көп. Бүгін біздің сөз етейін деп отырғанымыз таяуда ғана талайдың пікірін екіге айырған аудио дыбыс. Не дейді? Лорел дейді. Яни деп тұр ғой? Жоқ, Лорел деп тұр. Қайда Лорел? Дұрыстап тыңдашы. Лорел. Лорел. Желіде жақында ғана пайда болып, халық арасында жылдам тарап кеткен бұл аудиодан әр адам әртүрлі сөз естиді. Біреулер Яни сөзін естісе, басқалар Лорел сөзін естігенін айтады. Ал мұның сыры неде? Шындығында жазбада тек бір есім бар, ол Лорел. Ал Яни ми жұмысының жанама әсерінен пайда болатын иллюзия дейді мамандар. Аудио жазбаны әркімнің әртүрлі естуі дыбыс жиілігіне байланысты. Яни және Лорел деген сөзді алсақ, бұл жерде 4-5 килогерцпен килогерц жиілігінде жазылғаннан кейін оның әр адам әрқалай естиді өзінің есту қабілеті бойынша. Біреу Яни деп естиді, біреу Лорел деп естуі мүмкін. Және де ол акустикалық сипаттамаларына байланысты болуы мүмкін. Аудио жазба миллиондаған адамды екі топқа бөлді. Аталған аудиовирус биылғы жылдың мамыр айында тарағанымен, оны 11 миллион адам тыңдап, талқылап үлгерген. Твиттерде жүргізілген сауалнамаға қатысқан 500 мың адамның 56% Лорелді, ал 44% Яниді естігенін айтады. Лорел. Мамандардың сөзінше кейбір адамдар Яни деп те, Лорел деп те ести алады. Демек, олардың миы жоғарғы жиілікке де, төменге де дайын тұрады. Екі түрлі есімді есту мидың жұмысына байланысты екен. Жалпы адамдар арасында иллюзияға байланысты екі түрлі пікір туғызған жағдай тек бұл ғана емес. Осыдан 2 жыл бұрын мына бір көйлекті көргендердің де пікірі екіге жарылды. Бірі ақ пен алтын түсті көрсе, енді бірі қара мен көк түсті көрді. На самом деле, да, цвета черный и синий. Шын мәнінде көйлектің түсі көк пен қара. Бар мәселе айналадағы жарыққа байланысты көйлек түсінің өзгеруінде болып отыр. Осыдан адаптациялық иллюзия қалыптасады. Содан кейін бұл адамның көру мүмкіндігімен емес, нейробиологиялық, яғни ми қабаты қызметімен байланысты. Әрине, көз көргеніне, құлақ естігеніне сенеді. Бірақ мына аудио жазбаны қатар тұрған екі адам екі түрлі естігендіктен оған да күмән келтіре бастадық. Қалай болғанда да санамыз адаспасын. Маржан Нүсіпбек, Қолан Өтегенов, арнайы Қайырлы таң үшін.